Сәлем достар, сәлем әріптестер, сіздерге бүгінгі Фабилик компаниясының маркетинг планы бойынша сіз егер кем дегенде 6 айда 1,5 миллион теңгеден жоғары табысқа ие болғыңыз келеді ме? Келсе, менің бүгінгі видеомды дұрыстап тұрып, мұқият тыңдап, осыны түсінуге тырысыңыз. Мен қазіргі осы сәттен бастап, биылғы 2020 жылдың аяғына дейін қандай табыстарға сіз ие бола аласыз барынша түсіндіріп кетуге тырысамын, және қандай керемет акциялар жүріп жатыр, миллиондар қалай келеді, осы сұрақтардың барлығына қазір мен сіздерге жауап беремін. Ең бірінші біздің компаниядан 1,5 миллионнан жоғары 6 айда табыс табу үшін сіз тегін тіркелуіңіз керек. Ең бірінші. Және де екінші, өзіңізге бизнесқа нақты келгеніңізге шешім қабылдап, өзіңіздің ішкі мұқтаждықтарыңызды реттеп, қандай сізге ақшалай қаржы керек, қандай мәселелеріңізді шешу үшін өмірдегі, соны айқындап алыңыз мақсат қылып. Сол кезде бұл бизнесқа өзіңіздің әр бизнестің товарооборот ол заңдылығы, яғни 50-100 балды дұрыстап тұрып саналы түрде бизнес ретінде қабылдап салуыңыз қажет. Және де командамен 3000 балл жасау қажет. 3000 балл дегеніңізді 20 күн сайын, яғни бір кезең бізде 21 күн, бір каталог. Яғни 20 күнге бөлген кезде сіз күніне 150 балл объем командамен жасайсыз бұны. Командамен жасалатын объем, осының барлығын қазір түсіндіреміз. Және де табыс 3000 балл жасасаңыз, сіз 20 күнде орта есеппен 150 мың теңге, одан да жоғары табыс ала аласыз. Енді қараңыздар, мына жерде мен кезеңмен түсіндіріп кеткім келіп отыр. Былай қарасаңыз, қазір біздерде директор статусына дейінгі менде алдыңғы видеомыз бар. Менің YouTube каналымнан, Әлиева Аңғар каналынан қарап өздеріңіз көрулеріңізге болады. Бірнеше осы маркетингті түсіндірудің бірнеше түрі бар. Міне қарап отырсаңыздар, сіз өзіңіз 100 балл жасасаңыз, немесе өзіңіз 50 балл жасап, тағы бір адамды 50 баллға келсеңіз, болмаса әр потребитель, яғни тұтынушы болсын, мысалы қазір 5000 теңгелік акция жүруде, кез келген тұтынушы болып келген адам өзі заказ жасайды, 10 мыңнан жоғарыға 5000 теңге шегеріліп қалады. Сонда 5-ақ мың теңге төлейді, бірақ қаншама пайдалы заттар алады. Сондай тиімді акцияны, тиімді пайдаланып сізде 5 адам, 6 адам әкелгеннің өзінде де 100-ден аса балл жиналуы мүмкін. Ол кезде сіздің көретін компаниямен қадағаланған, компаниямен қабылданған маркетинг планын отырған. Осы бойынша сіз мына нақты норма 3% көресіз, 100 балдан аса объем жасасаңыз. Өзіңіздікі жеке 50 балл, немесе акцияларға қатысам десеңіз 100 балл. Егер сіз 50 баллыңызды жасап, командаңызбен 200 балл жасасаңыз, яғни 2 адамды 100 баллдан 3%-ға шығарыңыз. Ол жоқ дегенде 9000 теңге табыс, мысалы. 900 теңге табыс, мысалы, қалатын болсақ. Енді ол кезде сіз 200 баллдан асырып жасасаңыз, 4000 теңгедей табысқа шығасыз, жоқ дегенде. Мысалы, келесі каталогта сіз 10 мың теңгеге заказ салсаңыз, 4000 теңге шегеріліп қалады, 6000 теңге ғана төлейсіз. Ары қарай командамен 600 балл жасаңыз, өзіңіздікі 50 балл немесе 100 балл акцияға қатысатын болсаңыз. Қазір мен акция туралы барынша қалай миллиондаған табысты табу туралы айтып кетемін. Бірақ мына жерде мұқият сізге сатымен бастап айтып жатырмын. Енді олған шығу үшін 10 адам әкелсеңіз, 10 адамның барлығы бірден алып кету мүмкін емес. Соның ішінде 3-4 адам мен осы табысқа шығамын, бірге әріптес боламын деп бастаса, күнделікті ол адамдарды қадағалай отырып, сіздер өзіңіз жеке 50 баллыңызды жасап, командамен әр 3 адамды таңдасаңыз, 3 адамды осы командасымен 200 баллдан жасатып, яғни 3 адамды 3 жердегі 200-ді көбейтсеңіз, 600 балл, дұрыс па? Сіздің командалық объемыңыз 600 балдан асса, сіз онда 9% пайда көресіз. Жаңағы командаңыздағы 3 адам 6%-дан пайда көреді. Яғни, сіздің орта есеппен табысыңыз 11800-ден жоғары болады. Енді мысалға сіз бірден келдіңіз, 50 балл жаптыңызда, күнделікті жұмыс жасап отырып, 600 балды 20 күнге бөліп тастап, әр командаңыздағы адамдарға бөліп тастасаңыз, күнделікті объемыңыз шығады. Күнде сол объеммен қадағалап шығарсаңыз, мысалға 11 мыңнан аса табыс шықса сізге, келесі каталогта сіз айталық 20 мың теңгеге тапсырыс жасап отырсаңыз, заказ беріп, онда 11 мың теңге шегеріп қалады, жоқ дегенде. Сонда сіз бар жоғы 9 мың теңге төлеуіңіз мүмкін. Енді командаңызбен 1000 балл жасасаңыз, өзіңіздің жасайтыныңыз 50 балл, яғни 12%-ға шығасыз маркетинг план бойынша. Мына маркетинг план бұл қатып қалған, қалыптасқан компаниямен заңдылық, сондай норма. Яғни бұны мен де өзгерте алмаймын, басқа да адам өзгерте алмайды. Осы маркетинг пландағы
жасалынған айтылған объемды жасайсыз ба, соншалықты табыс сізге қамтамасыз етіледі компаниямен. Яғни 1000 балды қалай жасайсыз? Командаңызда 10 адам әкелдіңіз, олардың мына принцип Паретто деген бар. 80% уақытыңызды нақты осы бизнес жасаймын деген адамдарға арнаңыз, ал қалған 20%-ын өзіңіздің потребитель келген тағы да басқа аяқтарыңыз болады, осы алып келген адамдарыңыз, соларға арнаңыз. Яғни 1000 балды бір адамыңызды 100 балға шығарыңыз, тағы бір адамыңызды 200 балға, тағы бір адамыңызды 200 балға жұмыс жасаймын деген командасымен, тағы бір командаңыз 600 балға шығарсаңыз, сіз 1000 балдан аса жасайсыз. Яғни сіздің орта есеппен 20 күндегі табысыңыз 26400 теңгеден жоғары болады. Яғни келесі каталогта сіз өзіңіздің жеке 50 балыңызды я 100 балыңызды жасауға 30 мыңға тауарға заказ берсеңіз, бар жоғы сіз где-то жоқ дегенде бір 7-8 мың теңге ғана төлейсіз. Надан шегеріліп қалады. Қалған ақшаңыз шотыңызда қала береді. Ал егер командамен сіз 1500 бал жасайтын болсаңыз, сол жасағаныңыз 50 бал. Сіздің де табысқа шыққысы келетін адамдарыңыздың жасайтыны 50 бал. Әр қайсы өзінің жасаған еңбегіне сәйкес мынандай табыстар алып отырады. Яғни командаңызда бір адамды 1000 балға, бір адамды шығарыңыз 200 балға, бір адамыңыз 100 бал, тағы бір адамыңыз мысалға 600 бал. Сонда 1500-нан аса балды солай командамен жасайсыздар. Сонда сіздерде табысыңыз орта есеппен 49 мыңнан жоғары болады. Енді ойлап қараңыз, келесте салатын 50 балыңыз, 100 балыңыз, жеке объемыңыз қалтаңыздан шықпайды. Сондықтан бұна бизнес без вложений деп орысша айтады ғой, яғни ешқандай қаржы салмай-ақ мимен, ұйымдастырушылық қабілетіңізбен нақты бұны бизнес ретінде қабылдауыңызбен-ақ сіз бірден команда құрып 20 күннің ішінде табысқа, өз табысыңызға, пайдаңызға шығып кетіп, келесте қалтаңыздан ақша шығармауыңызға да болады. 1500 бал не береді? 1500 бал сізге ол аналық бонусқа шығу мүмкіндігін береді. Аналық бонус дегеніңіз, ол сіз осы компанияда осындай 1500 балдан жоғары, 8 каталогтан жоғары қарым-қатынас компаниямен жасасаңыз, ол кезде сіз босанып жатсаңыз, барлық документтеріңізді компанияға, бухгалтерияға, бастықтарға жібересіздер да, ары қарай өзіңіздің осыдан жоғары алып отқан табысыңыз 20 күн сайынғы, ол табысыңызға қоса сіздің бала саныңызға барай компания жылына, бір жыл бойына әр каталог сайын жаңағы 10 мың теңгеден декрет төлеп отырады. Яғни аналық бонус төлеп отырады. Одан бөлек сіз до родовой, после родовой жаңағы сіздің ашқан ИП жаңа құжаттарыңызға байланысты сіз тағы да үкіметтен де ала аласыз. Ары қарай сіз командамен және де пенсионный жүреді осы жерде. Ары қарай командамен сіз 2000 бал жасайтын болсаңыз, сіздікі 50 бал немесе 100 бал. Командаңызда адамдарды, сіздің мақсатыңыз адамдарды 1500 балға шығарып, аузын ақшаға, нақты қолма-қол ақшаға шығару. Яғни банктен ашқан шотыңызға сіздің 20 күн сайын істеген табысыңыз түсіп отыратын болады. Яғни бір адамыңызды 1000-ға, бір адамыңызды 600 балға, үшінші аяғыңызды 600 балға немесе 200 балға шығарыңыз. Әр көріп отырсыз, даже 100 бал жасаған команда, 100 бал жасаған адамыңыздың өзі 900 теңге болса да табысқа шығады. Жаңа ең бірінші мен компанияға келген кезде маған мынандай сұрақ қойылған, мен бар жоғы 2-3 адам әкеліп 200 теңге табыс шыққан сол кезде 10 жыл бұрын. Сонда мен өзімнің осы бизнесқа келген наставнигіме звондап, қайда миллион деп сұраған кездерім болған. Өзім қазір күлем соны есіме түсіріп. Яғни сол кезде маған жауап бергені менің наставнигімнің, яғни осы бизнесқа келген менің ұстазымның, сен деді, қараш іңкәр деді, 200 теңге шыққан жерден 200 мыңда 2 миллион теңгеде шығады деді. Яғни сіз мына ауылдық жерде бұрын суды жаңағы мынандай темір качкамен тартып көрдіңіздер ғой. Сонда бірінші не істейді? Тартып басқан кезде бірінші ғұр ауа шығады. Екінші не істейді? Сіздерге жаңағыдай тамшылап кішкене суаға бастайды. Үшінші қайта басып қалған кезде бар лақылдап суағады. Сол сияқты біздің бизнесте ең бірінші сондай ауадан, тамшыдан басталады. Көп адам оның мәнісін түсінбей, бизнестің маркетингінің сол ауамен кішкене тамшыны көріп, шыдамсыздықпен ары қарай маркетинг түсініп, яғни мағлұмат дұрыс алып, немесе ізденбегендігінің арқасында бизнестан ары қарай табыс көрудің көзін көрмей қалады. Сондықтан сіздерге айтатын, мұқият тыңдаңыздар. Ары қарай сіз жаңа договорға, яғни келісім шартқа тұрып алған сәттен бастап, компанияға бүткіл құжаттарыңызды жіберіп, 1500 балдан бастап, ары қарайғы мына табыстарыңыздың бәрі сізге қолма-қол қалтаңызға ақша болып келеді компаниядан. Енді сіз
50 балл жауып 2000 балл жапсаңыз 19%-ға шығасыз. Жоқ дегенде 70-80 мыңнан жоғары табысқа шығасыз. Ол кезде қалай шығасыз? Командаңыздағы сіз тек қана өзіңізді ойламаңыз. Бұл бизнестің бір құпиясы, ол тек өзің қарабасыңыздың байуын ойлаудың қажеті жоқ. Бұл жерде ең басты мәселе, ол сіз командаңызға келген адамдардың ішінде мен табысқа шыққым келеді деген адаммен күнде бұны бизнес жұмыс ретінде қабылдап, сіз ол адамдарға осы бизнес көзінен қалай табысқа шығудың маркетинг план бойынша өсіріңіз. Бір адамыңызды 1000-1500-ға, бір адамыңызды шығарыңыз 600-ге, 200-ге деген сияқты да. Енді әр адам өзінің еңбегіне қарай табысқа шығады бұл бизнесте. Егер командамен 3000 балл жасайтын болсаңыз, жаңа мен алдында мына жерге түсіндіріп айтып кеткенім, 3000 балл жасасаңыз, өзіңіздікі 50 немесе 100 балл, сіздің табысыңыз 20 күнде 150 мың теңгеден жоғары болады. Яғни 23% сіз табысқа ие боласыз. Командаңызда сіздің жүйелеп тұрып шығарып отырған адамдарыңыз әрқайсысы, жаңа көрдіңіз, өз еңбегіне сәйкес осындай табыстарды ала бастайды. Яғни сіздің мақсатыңыз команда өсіру. Командаға келген адамдардың ішінде тұтынушыдан бөлек нақты табыс тапқысы келетін адамдарды әріптес, серіктес етіп, оларды күнде олармен жұмыс жасап, мотивация беріп, оқытылым беріп, сабақ беріп, оларды дамыту. Біздің жұмыстың ең басты құпиясы осында. Мысалға сіз мұғалім болсаңыз, немесе дәрігер болсаңыз, немесе бизнесмен, банкер болыңыз, тағы да басқа мамандық иесі болсаңыз да, таңертеңнен кешке дейін жоқ дегенде 8 сағат жұмысқа барып жүріп, сіз 150 мың, 200 мың, әргете одан сәл көп ақшаны табарсыз. Ал түнімен жұмыс істесеңіз де, күндіз ерте келіп жұмыс жасасаңыз да, немесе одан да көп жұмысқа бар ынтаңызды салып істесеңіз де, сіздің сол белгіленген табысыңыздан артық жалақы алмайсыз. Ал бұл жерде сіз күнделікті нақты барлық Instagram болсын, онлайн методтар, жаңа әлеуметтік желілермен жұмыс жасай отырып, немесе жаңағы офлайн методпен айналаңыздың бәрі тісін жуып басын сат. Осы компанияда 8 мыңнан аса тауар атауы бар. Соның барлығын алып отырып, жұмыс жасатқызып, дұрыс мотивация беріп, дұрыс маркетинг беріп, дұрыс информациялар беріп, акцияларды уақытында айтып, адамдарға мотивация беріп, бағыт-бағдар беріп отырсаңыз, мынандай табыстарға шығартып отырып, онда сіз өзіңіздің еңбегіңізге сәйкес 150 мыңнан жоғары табыс ала аласыз. Яғни соны есептеген кезде сіздерге айтатым, 150 мың теңгеден жоғары табыс, 150 мың теңгені көбейтіңіз сіз 8 каталогқа, яғни 8 кезеңге. Сол кезде сізде 1 миллион 200 мың теңге жоқ дегенде орта есеппен сіз жаңағы 6 ай, яғни 6 айымыз 8 каталогта осындай табыс ала аласыздар теңгемен. Енді оған сізге компания 275 мың теңге және де сыйақы береді, директор статусын бекіткеніңіз үшін. Осындай премия аласыз. Сонда сіздің орта есеппен 6 айдағы табысыңыз 1 миллион 475 мың теңге табыс болады. Қарап отырсаңыз. Ал егер сіз қазір екінші каталогта кірсеңіз, немесе үшінші каталогта тіркелген, жаңадан келген консультант болсаңыз, үшінші каталогтан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11-ші каталогқа дейін, яғни 9-шы жаңағы август, 9-шы тамызға дейін, 9 каталог уақыт бар. 6-7 ай уақыт бар. Осының ішінде 2 каталогының, кез келген 2 каталогында директор статусын ашып атсаңыз, мына жерде, немесе мына жерде болсын да, сол кезде сіз мына 275 мың теңге премияны 2 еселеп, яғни 550 мың қылып ала аласыз. Ал егер осының арасында сіз мына жерде тез директор болып шығып кеттіңіз екеуінде, мына жерлерде астыңыздан бір директор шығардыңыз тағы да, ол директорыңыз сіздің двойной, яғни 2 еселенген мына премияларды алып атады да, сіз тағы да оған қоса бір директор шығарғаныңыз үшін 137 мың теңге премияны 2 еселендіріп ала аласыз. 275 мың қылып. Мына алған жаңағы 550 мыңның үстіне, мысалға, қосымша. Енді оның арасында мына жерде тағы 2 адамды сіз директор қылып жіберіп жатсыз, екінші адамды 2 реттен, мысалы айталық. Ол кезде сіз 2 адамды директор, серебряный директор, күміс директор деген атаққа ие болып, 550 мың теңге премияны 2 реттен алу мүмкіндігі бар сізде, 1 миллион 100 мың қылып.
Қараңызшы қандай керемет. Жаңадан келген консультанттар, сіздер әр сәтіңізді, әр минутыңызды текке жермеңіздер. Ойбай, мен мына 50 балл дегеніңіз 20-30 мың немесе 30-40 мыңның арасында. Егер сіздер компаниядан шығатын жаңағы өнімдер, нақты өнімдер, ол жаңағы бет күтіміне арналған косметика немесе декоративная косметика, үйге арналған тауарларды алатын болсаңыз, толық балмен болады. Ал акциясы бар тауарлар немесе жаңағы қосымша сумка сияқты, жаңағы немесе иттердің, күшіктердің алдына тамақ қоятын сқа дейін бар біздің компанияда. Сондай заттар болсын, қосымша товарлардың барлығын алатын болсаңыз, оларда жартылай балл болады. Сондықтан барынша бұл жерге бизнес деп қарадыңыз ба, белгілі бір акцияға немесе басқа жаңа жеңілдіктерге тіркеліп қалмаңыз. Бұл жерде тек бизнес жасап тез баюдың жолын ойлаңыз. Сондықтан 50 баллды, яғни сіз ойлап қараңыз, бұл жерде салатын 20-30 мың, 30-40 мыңмен сіз басқа бизнесті, традиционный бизнесті сіз өйтіп көтеріліп кете алмайсыз. Ол жолыңызға да жетпейді. Сондықтан бұл жерге келгенде жаңа 30-40 мың салып қойып, ойбай 20 күнде тек қана 30-40 мыңды қалай шығарам деп ыңырсып отырудың қажеті жоқ. Бизнес мышлениемен келу керек. Егер сізде бизнес сондай ниет, бизнес талпыныс болмаса, сіз потребитель, яғни тұтынушы болып жүре беруіңізге болады. Сондықтан айтаттым, 100 балл, 50 баллды нақты бизнесмен деп келіп, бизнес ниетпен осылай кіріссеңіз болады. Енді осы арада сіз 3 директор шығарып жіберіп жатсаңыз, әр директорыңыз сіздің осындай премияларды, сіздің жолыңызды қайталап ала алады. 3 директор шығарып жіберіп жатсаңыз, сіз алтын директор, золотой директор болып 825 мың теңге премияны 2 реттен ала аласыз. Ол дегеніңіз мына премиялардың үстіне қосымша тағы да 825 мыңды тіптен 2-ге көбейтіп көріңіз. Мысалға 825 мың теңге көбейтіңіз 2-ге, сонда 1.650.000 мың теңгені мына премиялардың үстіне де қандай мощный мотивация келген адамға компанияның жасап тұрғаны. Егер сіз 4 директор шығарып жатсаңыз, мысалға Рубин директор деген атаққа 1.100.000 премияны осы жаңа 9 каталогтың ішінде 4 директорды үлгіріп, екеуінде қатар ұстап шығарып қалып жатсаңыз, 2 реттен ала аласыз. Ол дегеніңіз 2.200.000 теңге деген сөз. Мына алып жатқан премияларға қосымша, қыздар, қандай керемет мүмкіндік. Ал егер 6 директор шығарып, бриллиантовый директорды ашып тастап, бұл мүмкіндік сізде мықты, может, SMM-ші адам шығарсыз. Мықты сіз Инстаграмнан және де басқа әлеуметтік желілерден мықты реклама жасайтын, жарнама жасайтын адам шығарсыз. Онда сол мүмкіндікті пайдаланып, тездетіп, или басқа бизнесте уже барлық бизнес жасау құралдарыңыз бар, басқа бизнестен бірақ ешқандай пайда көрмей, қалай табыс табым келеді, қалай табыс тапсам екен деп жүрген адам болсаңыз да, біздің Фаберликке қосылсаңыз, нақты мына мен айтылған табыстардың барлығын 2 еселеп аласыз. Бұл жерде мен тек қана сіздерге осы премия жөнінде айтып жатырмын. Ал 20 күн сайынғы табысыңыз одан сайын өседі ғой. Оның барлығын қазір түсіндіремін сіздерге. 6 директор шығарсаңыздар, ол кезде сіздер 1.650.000 теңгені 2 еселеп аласыз. Мына премияларға қосымша. Яғни 1.650.000 теңгені 2 еселеп алған кезде сіз 3.300.000 теңге ақшаны алады екенсіз. Қараңызшы мыналардың үстіне. 1 жылдың ішінде қазір қанша миллион табыс табуға мүмкіндігі бар екеніңізді айтам. Ол үшін ең бастысы мына кірген сәттен бастап, міне 3-ші каталогта кірдіңіз ба, мына 11-ші каталогқа дейін осы айтылған статустарды 6 директор дейін ба, 6 директорды обязательно кез келген осы ішіндегі 2 каталогта қатар ұстауыңыз керек. Сіздің де директорларыңыз осындай премияларды алып жатады, өздерінің еңбегіне қарай. Ал егер сіз 9 директор шығаратын болсаңыз, осы үлгіріп, осы 11-ші каталогқа дейін, яғни осы 9 кірген сәттен бастап, тіркелген сәттен бастап, жаңағы 9 каталогтың ішіне 2 рет осы статустарды ашып атсаңыз, онда сіз 2,5 миллион теңге премияны тағы да 2 есе қылып аласыз да, яғни ол 5 миллион теңге премия деген сөз. 5 миллион теңге. Ойлап қараңыз, қандай табыстар, я? Енді қосып қараңызшы осы табыстарды. Егер осылай бастасаңыздар сіздер, 275 мыңнан жаңағы 2 рет дегеніміз 550 мың теңге, оның қасына 275 мыңнан 550 мың теңге, және 275 мың жаңағы 137 мыңды 2 еселеп алған кезде, одан кейін жаңағы 550 мыңды 2 еселеп алған кезде 1.100.000. Так,
оған мына жаңағы 1 миллион 100 мыңды 2 еселеп алған кездегі 2 миллион 200 мыңды қосыңыз мысалға. Оған мына жердегі 3 миллион 300 мыңды қосыңыз 2 еселеніп алған. Оған 2 еселеніп алған 5 миллионды қосыңыз. Яғни сіз тек қана осы премиялармен ғана осы мен айтылған мүмкіндіктерді түк жібермей істеп шығарсаңыздар, сіздер 12 миллион 425 мың теңге тек қана премиямен алады екенсіздер. Қараңыздар, 12 миллион 425 мың теңгені премиямен алады екенсіз. Мына жерде ашасыздар, мысалы айталық, осы премиялардың барлығын сіз 10-11 каталогқа дейін барлық статустарды әр каталог сайын ашып қойдыңыз делік. Былай қараңыздар. Мына жерде аштыңыз, 9 директор шығарып қойып отырсыз осы жерде. 9 директор. Енді мына жерде 2 рет ашылды, ары қарай 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші каталог мысалға міне. Мына жерде сіз жаңағы мына премияларды бір реттен аласыз. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16-шы каталог, яғни 22-ші қараша күні, қарашада мынаны бекітіп, сіздер тағы да осы премияларды екінші бөлігін аласыз екенсіз. Сонда қараңызшы, сіз қазір осы мына тіркелген каталогыңыз, 3-ші каталогыңыз 23-ші ақпанда бітетін болса, 23-ші ақпаннан бастап 11-ші жаңағы 22-ші қарашаға дейін сіз кем дегенде только премиямен 12 миллион 475 мың теңге табыс көреді екенсіз. Ал мына 20 күн сайынғы табысыңыз сіздің 150 мың емес ол кезде. Жоқ дегенде 1 миллионнан жоғары болады. Оны қосып тұрған жоқпын. Сол кезде орта есеппен сіз осы 1 жылдың ішінде қыздар 30 миллиондай табыс табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Көріп отырсыздар ма? Bir үйді 1 жылдың ішінде фабрикпен тіркеліп мықты өзіңізге сеніп келсеңіз, осы спокойно, яғни жайма-жай жүріп конкретно ала аласыз мына маркетинг бойынша. Енді мен сіздерге былай түсіндірейін. Мына жерде сіздерге мен қалай жету жолын түсіндірдім ғой, иә? Енді қараңыздар, мына жерде сіз енді мынау жаңағы айтылған нәрсенің бәрі квалификационный бонус дейді, яғни премия бойынша келіп тұрған нәрселер ғой. Міне жаңа айтқан яғни директор, старший, серебряный, золотой, рубин, бриллиант, элитныйға дейін, яғни 9 директор шығарғаннан бастап 9 мың евро ғой мынау. 9 мың евроңыз бізде бойынша ол 2,5 миллион теңге, иә? Біздің фабрик компаниясы бойынша. Енді қараңыз, оның арасында жаңа айтып кеттім ғой, мына 20 күн сайынғы табыстарыңыз бар ғой директорды ашқаннан бастап, мына жерден бастап жаңағы әр каталог сайынғы. Егер сіз бір директор шығарған болсаңыз, мысалға, бір директор 23% өзінің оборотынан көреді. Сіз оның оборотынан, яғни ол директордың тауар айналымынан мына пассивный доход 5% көріп отыратын боласыз. Екінші директор шығардыңыз ба, ол 23% өзі көреді, сіз оның товар оборотынан 5% көресіз тағы да. Мына жерде енді олардың астынан бір директор шықса, олардың товар оборотынан сіздер жоқ дегенде 1%-дан көріп отыратын боласыз. Оның екінші линиядағы директорларыңыздан. Үшінші директор шығатын болса, ол үшінші директордан 5% көресіз. Ал оның астындағы директордан, мысалға, ол кезде сіз 1% көресіз. Ол кезде 3 директор бұлай шықты ма? 3 директордың астынан тағы да үшінші линия директор шығатса, олардың товар оборотынан сіз мына товар обороттан 1% болса, олардың товар оборотынан 0,5% көріп отырасыз. Мысалға, әрқайсынан. Ол дегеніңіз көп ақша мына жерде. Бұл жаңа премиялардан бөлек, мысалға. Енді 4-ші директор шығардыңыз, мысалға, ол да 23% өзінің товар оборотынан көреді, ол да өзінің директорларын сіз құсап, сондай маркетинг бойынша проценттер көреді. Тап осы мен қалай түсіндіріп отырмын. Енді сіз 4-ші директор шығардыңыз, одан 4-ші поколениеге дейін сіздерде директорлар кетті. Олардың товар оборотынан 0,25% сіздер көре аласыздар. Ол дегеніңізде үлкен ақша. Көріп отырсыз ба? Және 6 директор шығарсаңыз, олардың әрқайсы 23% өздерінен көреді, және астарынан шыққан директорлардан тапсыз құсап көреді. Сіз ол кезде әр директор төбеннен тағы да директорлар шығып кетіп атса,
5-ші поколение директорларға дейін сіз табыс көресіз бұл жерде. Бізде ары қарай маркетинг план бойынша кете береді. 7-ші кезеңдегі директорге дейін, 7-ші тамырлап кеткен директорларыңызға дейін сіз проценттер көре аласыздар. Міне ақшаның барлығы қайда жатыр Фабиликта. Сондықтан мен сіздерге айтатыным, мына жерде кірдіңіз ба? Мен қазір акциямен айтып көрсетейін сіздерге. Міне, қазір сіз 3-ші немесе 2-ші каталогта кірдіңіз делік. Сіз 2-ші каталогта кірсеңіз, 10-ші каталогқа дейін 9 период уақытыңыз бар. Осы статустарды ашып, осындай табыстарға жетуге. Ал егер 3-ші каталогта кірсеңіз, сіз 11-ші каталогқа дейін 9 кезең ішінде, егер сіз екеуінде директор болсаңыз, немесе мына жақта екеуінде директор болсаңыз, жаңа айтқан 275 мың премияны 2 реттеп аласыз дедік. Енді одан бөлек қазір бізде уақытша акция бар. Ол акция 14-ші каталог 2019 жылда басталған еді негізінде. Ол акция бойынша, мысалға сіз қазір 3-ші каталог істеп жатсыз, 4-ші каталог бірден директор статусын ашып кеттіңіз делік. Жаңағы 3000 балды жауып, командамен бағанағы айтқан 3000 балды жауып, 23%-ға шығып, 150 мыңнан жоғары табысқа шығып кеттіңіз делік. Ол кезде сіз мына жерде бізде ол уақытша акция беріліп тұрған. Міне, мына осы 3-ші, 4-ші каталог аяқталады. Осы 2 каталог директор статусын ашқаныңыз үшін компания 500 мың теңге, жаңағы мына жердегі 150 мың табыстарыңыздан бөлек, 150 мың. Яғни сіз 15 мартта, 15 наурызда 500 мың премия, және де 300 мың орта есеппен табыс, 800 мың теңге табыс таба аласыз. Көрдіңіздер ме, қандай мүмкіндіктер бар біздің компанияда? Енді мына жерде сіздер осы бағдарламамен істеп кетсеңіз, ары қарай мына 2-ші Түркия бағдарламасына да үлгересіздер. Жаңағы мына айтқан бағдарламаларға да, мына квалификационный бонустарға да, 2 реттеп алатынға да үлгеріп жатсыз. Және Түркия бағдарламасына. Түркия бағдарламасына ол кезде кірген бойдан міндетті түрде сіз мына бағдарламаға да, Түркия бағдарламасына да міндетті түрде мына 50 емес 100 балдан жауып отыруыңыз керек. 100 балдан. Кірген бойдан жаңадан келген консультанттар мұқият тыңдаңыздар. 100 балл объем жасап, мынандай 3-ші, 4-ші каталогта директор болсаңыз 500 мың премия, және де 20 күн сайынғы табысыңызбен 800 мың табыс. Одан бөлек оны жалғастыра берсеңіздер, мысалға міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мына жерде 275 мың премия, және де оны 2 еселеп аласыз. Ал егер осы ары қарай жалғастырып 11, 12-ші каталогта оны бекітетін болсаңыз, директор статусыңызды, сіздер Түркия мемлекетіне тегін барасыз. Компаниядан барлық самолетпен ұшып барып келуіңіз, тамағыңыз, қыдырысыңыз бәрі тегін болады компаниядан. Ал егер оны тіптен ең соңғы сроғы болса Түркия мемлекетіне тегін саяхатқа үлгірудің, сіз міндетті түрде кірдіңіз ғой, мына жерде кірген, 2-ші каталогта кірген боларсыз, 3-ші каталогта кірген боларсыз, кірген бойдан 100 балл жабуыңыз керек. Және де жоқ дегенде 4-ші, ең соңғы дегенде 5-ші каталогта директор статусын ашуыңыз керек. Ол яғни 5-ші жаңағы апрель, яғни сәуір күнге дейін сіз директор статусын ашып, ары қарай үзбей ұстасаңыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12-ші каталогта, яғни 30 тамыз күні сіз бекітіп, жаңағы 275 мың премияңызды 2 реттен аласыз. Және де сізге Түркияға тегін саяхатты компания бонус ретінде береді. Өте керемет мүмкіндік. Және қаншама акция жатыр. Ол тек қана директорлық емес, жаңағы айтқан бойынша мынандай командаларыңыздан, бірінші линиядан директор шығарып істесеңіздер, қос-қостаған премияның, миллиондаған премияның иегері боласыздар. Егер мына программамен жүрген өзінде, қос программаны қатар ұстап жүрем десеңіз, өзіңізге сенімді болып. Ол кезде мына жерде сіз 800 мың, 150 мың деп орта есеппен алайықшы, мына тамыздан бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мысалы 9, 10 каталог бойына 150 мыңнан есептесеңіз, 1,5 миллион табыс тамызға дейін, жаңағы 30 тамызға дейін, орта есеппен. Және 275 мыңнан 1,5 миллионға 550 мыңды қосыңыз, 2 миллион 50 мың теңге пайдама, жаңа премияларыңызды қосқанда, және Турцияға тегін саяхат. Қалайға істемеске ойлаңыздаршы. Егер сізге нақты миллион келе ма, менің айтып тұрған сөзіме 1,000% сізге нақты айтам. Осы объемдарды жасайсыз ба, осы айтылған табыстар сіздерге Фабилик компаниясы тұрақты түрде сізге төлейді. Және жаңағы айтылып кеткен пассивный доход бар мына жерде. Мынандай премиялар бар. Егер сіз жаңағы айтылып кеткенде мынандай
тез директорлар шығарсаңыз, қос премия алған кезде жоқ дегенде сіз бір жылдың ішінде 20-30 миллион табысқа қол жеткізесіз. Сол ішінде бұл бизнесқа нақты бизнес ретінде келіңіз. 50-100 балл деген, ол 100 балл жабу деген, ол қиыншылыққа соқпайды. Сіз традиционный бизнесқа, яғни күнделікті жасап жүрген бизнестарыңызға пәленбай миллиондап салып, ол бір жылдың ішінде сізге 30 миллион, немесе 20 миллион, кем дегенде 10 миллион табыс әкелмейді. Үстінен сіз кішкене 1-2 миллион табыс көріп атсаңыз, тіптен табысқа шығып атсаңыз рахмет айтасыз. Бұл жерде мынаны оқып келіңіздер. Сіз ыңырсып, ыбылжып, ызыңдап келетін болсаңыз, потребитель болып жүре беріңіз. Ал егер нақты келдіңіз ба, жаңағы 100 балыңыз салыңызда тез игеріңіз, немесе ойлап қараңыздар. Сіздер бір белгілі мамандықты алып табыс табу үшін 4 жыл оқисыз, қанша ақшаңызды, нервіңізді, уақытыңызды құртып. Сонда келе қалып бірден бастық бола қалмайсыз, бірден 100 мың, 200 мың жалаққа шықсаңыз рахмет айтасыз. Бұл жерде ешқандай білімнің да, басқа әлеуметтік статустың да қажеті жоқ. Нақты келдіңіз ба, жаңағыдай кірісіп, осыны игеріп, как студент ретінде барынша біліп, наставнигіңіздің айтқанын тыңдап, осы маркетинг планды компьютердан да кабинетіңізге кіріп үйренсеңіз, сіз міндетті түрде жаңа айтылған табыстардың барлығына шығасыз. Сондықтан сіздерге айтатыным, бұл Фабилик компаниясын нақты бизнес ретінде қабылдаңыз. Кем дегенде 1,5 миллионнан бастап 20-30 миллионға дейін бір жылда жаңадан кірген консультантқа табысқа шығу мүмкіндігі мол. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Сіздермен болған мен Іңкәр, Фабилик компаниясының бриллиантовый директоры.